Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте тез дайындалатын, әрі жұмсақ, өте дәмді болып пісетін панкейки дайындап көрсететін боламын. Ендеше ең маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Бізге керекті заттарды алдын ала дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, сүт, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп ажыратып аламыз. Құмшекер, сұйық май, разрыхитель және дәміне қарай ванилин қоссаңыздар да болады. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқаның сарысын саламыз, содан соң құмшекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында болуы қажет. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Сүтті құйып болғаннан кейін миксердің көмегімен тағы да осылай араластырып алатын боламыз. Ал ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызды бірден салып жібермей, 2-3 бөлікке сала отыра, миксердің көмегімен тағы да осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнамды жақын достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ұнымыздың барлығын жақсылап миксерлеп алғаннан кейін, оның үстіне бір шай қасық разрыхителімізді салып, оны да миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Одан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды тағы да миксердің көмегімен жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Осымен барлық керекті заттарымызды осылай миксерлеп алдық. Ал ендігі кезекте бізге 2 жұмыртқаның ағын бөлек ыдысқа салып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып, аппақ болып көпіргенге дейін шайқаймыз. Мінекей біз миксерлеп дайындап алдық. Енді осыны жаңағы массаның үстіне салып, лопатаның көмегімен қатты күш салмайсыздар, осылай жай ғана араластыра отырасыздар. Ал ендігі кезекте шым-шым тұзымызды саламыз, тағы да бір рет жақсылап араластырып алатын боламыз. Осымен біздің массамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай сұйық та емес, қою да емес, әдемі осындай бізде масса пайда болды. Ал ендігі кезекте панкейктерді пісіруге кірісетін боламыз. Ол үшін бізге қызып тұрған табаға ешқандай да майлаудың қажеті жоқ. Үстіне жарты ожаудай массамызды салып, екі жағын қызарта отыра пісіріп алатын боламыз. Барлық панкейктерді көріп тұрғандарыңыздай кезек-кезегімен осылай пісіріп аласыздар. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлық панкейкилерімізді пісіріп дайындап алдық. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадпен немесе сгущенка молокомен осылай әсемдеп сәндеп ұсына берсеңіздер болады. Құрметті көрермендерім, назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше жасап көріңіздер, балаларыңызға, жақындарыңызға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Арнаға тіркеліңіз, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.